Ал қыздар, енді біздің келесі жасайтын печеньеміз тәттіден жалыққан, тәттіні уже жегісі келмейтін, осындай қышқыл болатын, яғни тұзды печеньемізді әзірлейтін боламыз. Бұның да дәмі өте ерекше болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, және арасы да хрустящий болып тұрады, және тым қатты емес, жұмсақ болады. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Ал ендеше кеттік, бізге ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге ұн, мінекей електен өткізілген сары май қажет. Мінекей сары майымызды ұнымызға салып, енді шекеріміз бар. Мына жерде біз шекерді өлшеп алдым, яғни екеуінде шекерді 10 грамм, ал тұзымызды 8 грамм. Мінекей өлшеп алғаным 6 грамм. Қателеспейтін, ренжімеңіздер. Енді осы үшеуін кішкене араластырып жібереміз. Оңға, яғни тұз бір жерде тұрып қалмас үшін барлық жеріне араластырып жібереміз. Сонан соң барып сары майымызды езе бастаймыз. Бір қолмен осылай әзірге жұмыс істеп, сонан соң столдың бетіне қойып, солай столдың үстінде илейтін боламыз. Мінекей, менде уже сары майым араласып кетті, яғни бізде бұл да песочный тесто болып есептеледі. Енді жұмыртқамызды салып, бөлме температурасындағы жұмыртқа, бір жұмыртқамызды салып, енді жақсылап тұрып илейтін боламыз. Яғни бізде әдемі жұмсақ, қолға жабыспайтын тесто шығатын болады. Ыдыста негізі ыңғайсыз болады, сондықтан міндетті түрде қандай печенье болса да столдың үстіне ары қарай жұмыс істеңіздер. Мінекей, столдың үстіне барлығын түсіріп алып, жақсылап тұрып илейтін боламыз. Және айта кететін нәрсе, бұл печеньені де бізге тоңазытқышқа қойып ұзақ күтудің қажеті жоқ. Бұны бірден жұмыс жасай бересіздер. Қазір илеген кезде сіздерге қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ шамалдан кейін иленген соң кәдімгі жұмсақ қамыр болатын болады. Мінекей, бізде уже басы бірікті. Енді осындай кәдімгі тамаққа қосып жүрген томатымыздан бір қасық томатты тестоның ортасына саламыз. Біз жаңа айтқанымыздай, бұл бізде тұзды соленый печенье. Сондықтан осылай арасына қосып жіберіп, енді ары қарай тағы илейтін боламыз. Бізге кішкене қызғыш түс береді бір жағынан әдемі бір соленый бір әдемі дәм беретін болады. Сондықтан осылай қолдарыңызбен мыжып томатты арасына араластырып жіберіңіздер. Сонан соң жақсылап тағы да бір 5 минуттай илесеңіздер болғаны, болды. Ары қарай барлығы да өзінің несіне араласып кететін болады. Томаттан ешқандай білінбейтін болады томат. Ал ендеше бізде уже қамырымыз дайын, ары қарай тағы да жұмысымызды бастайық. Енді осы тестаны жаятын боламыз, және қалыңдығын тым қатты жұқа қылмаңыздар. Яғни бізге кішкене толстылау болғаны жақсы, сол кезде әдемі болатын болады. Тым қатты жұқа болып кетсе, сіздерде дұрыс шықпай қалады. Мінекей, қараңыздаршы, бізде тесто деген песочный болғаннан кейін бізде кішкене тез үзілетін болады. Сондықтан абайлаңыздар, жай ғана жұмыс істеу қажет. Және осындай басы ирек, бізде кәдімгі сыр кесетін деп айтамыз ғой, осындай пышақпенен, ирек пышақпенен осылай кесіп шығамыз, жан-жағын алып тастаймыз. Яғни мінекей, негізінде сіздер тек қана төрт бұрышты жаңа мен көрсеткен формада ғана емес, домалақ етіп те жасай бересіздер. Бұның формасын өзгерте бересіздер, қандай қылып жасағыларыңыз келсе де. Мінекей, енді жіңішке етіп тағы да үстінен тағы да бір кесіп шығамыз. Мінекей, қараңыздаршы, енді осының барлығын бірдей етіп дәл осылай кесіп шығамыз. Енді дәл мен айтқандай осы размерде деп қатып қалмаймыз. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай кесе бересіздер. Ең бастысы бізде тесто дәл осы тесто болса болғаны, қандай формада, қалай кескілеріңіз келеді, үшбұрышты еткілеріңіз келе ме, оның барлығы өздеріңізге байланысты. Мен осылай жасап жатырмын. Мінекей, дәл барлығын осылай кесіп шықтым. Енді екі жерінен ортасынан тағы да бір бөлікке бөлдік, яғни екі бөлікке бөлдік. Мінекей, барлығын осылай бірдей етіп бөліп алдық.
Енді барлығын табамызға пергамент қағазын төсеп барлығын орналастырамыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. 170 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Қасында міндетті түрде печеньені қарап тұрамыз. Өйткені печенье деген тез пісетін болады, сондықтан күйдіріп алмауға тырысыңыздар. Енді бізге бетіне жұмыртқаны жағу қажет. Және де бетіне бұның біз кунжут сеуіп шығамыз. Кунжуттан басқа да жаңғақтар пайдалансаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Ал мен кунжут сеуіп шықтым. Кунжут ұнайды, және де кунжут именно осы соленый печеньелерге өте әдемі кетеді. Сондықтан осылай кунжутты молынан сеуіп шықтым. Және де болмаса орнына бізде асқабақтың дәнін қойып шығуға да болады бетіне. Мінекей қыздар, бізде уже пештен пісіп шықты барлығы. Осындай қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Дәмі де өте әдемі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап фото отчет жіберуді ұмытпаңыздар.